Барлықтарыңызға сәлем. Дәмді, ылғалды творог, банан қосылған шоколадты браунидің рецептімен бөлісемін. Ең алдымен салмасын дайындаймыз. Салмасына банан, шекер, кукурузды крахмал, творог, жұмыртқа, ванильді сахар барлығын блендерге еземіз. Осымен салмамыз дайын. Енді бөлек ыдысқа тестімізді дайындаймыз. Шекер мен жұмыртқаны араластырып, сүт құйып, бөлме температурасындағы сары майды құйып араластырамыз. Қаймақ пен сұйық майды құйып бұлғаймыз. Какао, ұн, қосытқышты електен өткізіп араластырамыз. Келесі енді пешімізді қосып қоямыз. Пергамент қағазы төселген формамызға тестімізді құямыз. Менде 24 сантиметрлік форма. Тестімізді құйып болғаннан кейін бірінші дайындаған салмамызды ортасына құйып шығамыз. 180 градуста 1 сағат 10 минутқа қоямыз. Осымен пирогымыз дайын. Дәмі ерекше, қарапайым жолмен дайындалатын пирогты сіздер де жасап көріңіздер. Менің видеом ұнаса, маған тіркеліп, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз.